Мағжан Жұмабаев ауданының тұрғындары мен мал ұрлығын қалай алдын алуға болатыны жайында жиын өткізілді. Кездесу барысында полиция қызметкерлері мал ұрлығының құрбаны болмау үшін не істеу қажет және де қандай жұмыстар атқарылғандығы жөнінде айтты. Жиында облыстық ішкі істер департаменті, қоғамдық кеңесі және аудандық өкілдері қатысты. Олар ауылдағы жағдаймен танысты. Жыл басынан бері Қарақоға ауылдық округінде мал ұрлау фактісі тіркелмеген. Тұрғындардың айтуынша бұл көрсеткіш атқарылып жатқан жұмыстардың дәлелі. Өткен жылы ауыл малы қараусыз бағу кезінде жоғалып кеткен. Сондықтан тұрғындар мен әкімдік және бақташ арасында үшжақты келісімшарт жасалған. Все силы прилагаем к тому. Тұрғындар малдарын өріске бақташымен ғана жіберуге кеңес береміз. Сонымен қатар қораларын құлыпта ұстағандары дұрыс. Сол себепті арнайы бақташы жалдадық. Келісімшартқа сәйкес бақташы мал санына жауапты. Полицейлердің айтуынша мал ұрлау фактісі көбіне қараусыз жүрген кезде орын алатын көрінеді. Көрші Новотроицк ауылында 35 бас жылқыны өрісте жүрген кезінде ұрлап әкеткен. Қазіргі таңда оның жартысы ғана табылды. Жалпы жыл басынан бері Мағжан Жұмабаев ауданында мал ұрлауға қатысты 21 қылмыс тіркелсе, оның 9-ы әлі күнге дейін ашылған жоқ. Тұрғындарды малдарын қараусыз қалдырмауға шақырамын. Мал ұрлау туралы ақпаратты бірден учаскелік полицейге айтып, мал жанынан белгісіз көлік көріп қалсаңыз, нөмірін, түсін еске сақтап қалғаныңыз дұрыс болады.